Саламатсыздар ма YouTube каналдың көрермендері. Сіздерге бүгін менің таныстырғалы отырған кейіпкерім қазақ өнерінің қайраткері Серік Мәтениязовты таныстырғым келіп отыр. Аға, өзіңізді, өмірбаяныңызды таныстырып, өзіңіз жайлы айтсаңыз. Мен 1957 жылы осы Атырау облысы Қызылқоға ауданы Кенбай ауылында дүниеге келдім. Осы 63 жылдан бері осы Құлсары қаласында тұрып келеміз. Осы жерде мектеп бітірдік. Әскери борышымызды өтеп келдік. Содан білім қуып Алматыға 81 жылы барып, Алматы көркем сурет училищесіне оқуға тапсырдым. 85 жылы училищені бітіргеннен кейін Жүргенов атындағы Алматы көркем сурет театр институтына құжаттарымды тапсырып, 90 жылы ол институтты бітіріп шықтым. Содан Атырау облыстық суретшілер одағының филиалында жұмыс жасадым. Кейіннен Құлсарыға ғимарат мекемесінде жұмыс жасадым. Содан кейінірек өзім кәсіпкерлігімді ашып, Қазір сол қызметтесіз. Иә, сол жұмысымен айналысып жатырмын. Оқуды қандай мамандық бойынша бітірдіңіз? Мүсін бөлімі. Мүсін бөлімін бітірдіңіз. Сол бойынша жаңа тапсырыстар қабылдап, аудан көлемінде 30 шақты монументалды мүсіндерді тұғырына қондырдық. Сосын арасында қолөнер бұйымдарын жасаймыз. Көрмеге қатысамыз, шығармашылықпен айналысамыз. Өзіңіз жолдасыңыз туралы, өзіңіздің отбасыңыз туралы толық ақпарат бересіз бе? Қанша балаларыңыз бар, және де жолдасыңызбен қалай таныстыңыздар сол туралы? Біздер, менің 4 балам бар, 2 ұл 2 қыз. Олар ішінде Айгүл деген кіші қызым, осы менің ізімді қуып Ақберен мекемесінде дизайнер болып жұмыс жасайды. Қалған балдар өздерінің қалаған мамандықтары бойынша еңбек етіп жатыр. Сосын Дулат деген інім бар, ода қолөнермен айналысады. Қамшы, торсық, ожау, қасық деген қолөнер бұйымдарын жасайды. Біраз жұмыстары аудандық мұражайда сақтаулы. Енді жолдасым Ләззат Мамырова, ода суретші. Шымкент педагогика институтының көркем сурет факультетін бітірген. Сонымен ол қазір мен мекемемде, қарауымда бірге тапсырыстарды бірге жасаймыз. Бірге шығармашылықпен айналысамыз. Біздер сол Шымкентте таныстық, көрмеге барған кезде сол көрмеде танысып. Содан кейін өте қызық, өзіңіздің жаныңызға жақын, яғни адамды тапқанға өмірде не жетсін. Осы мүсіндеу өнеріне сіз қызығушылығыңыз қайдан пайда болды, сол туралы айтып өтесіз бе? Ол енді бала кезден, бұл енді қанмен келген нәрсе сияқты жаңа. Мәтенияз атам кезінде сол қолөнермен айналысқан екен. Ожау, қасық, тостаған, сондайлар жасаған, бұйымдар жасаған. Сосын анам Руза, ол кісі де ісмер, қолөнер шебері, киіз басып, алаша тоқып, сондай бұйымдар жасайтын еді бала кезінде. Мен де өзім өрмек тоқуына көмектесетін едім. Үйдің көлеңке бетіне өрмек қырып қояды да, сосын бір кішкене нема алайын деп біздерге көрсетіп береді. Біздер соны жалғастырып, мамамыз демалып келгенше жасайтынбыз, тоқып ететінбіз. Сосын осындай бағдарламаларда да айтып жүрмін. Алғашқы ұстазым анам деп есептеймін өзімнің. Бала кезімде менің қолымның шеберлігін байқап, маған тиыннан сақина соғып үйретті. Яғни 3 тиынды алып, ол кезде жез тиын ғой, соның ортасын тесіп, сосын қырынан қойып айналдырып ұрып атқан кезде, қырынан тұрған тиын жалпайып келіп
сақина болып шығады да, сол тегістеп жаңағы тазалап жылтыратып киізге үйкеп сақина алып шығаратын еді. Әкем де сол техника шебері, ол кісі өмір бойы сол жүргізуші шофер болып амандық етті. Еңбек қызыл ту орденінің иегері болды кезінде. Техника маман шебері. Анаңыздан дарыған қасиет қой. Ең өзіңізге жақын туындыңызды айтыңызшы, жүрек жарды. Осы өзіне ерекше ұзақ уақыт сүйіп жасаған, содан шаршамай еңбек еткен туындыңызды айтып өтіңізші. Бұл жерде енді туындыларымызды енді бөліп жара алмаймыз енді. Барлығына күш. Қалай дейді, иә. Ерекше жақсы ұнайтын көңілге. Ішті жаңа жарып шыққан дүние болғаннан кейін, оның бәрі бірдей сияқты. Енді ана ішіндегі енді жақыны дейміз десек, енді ол дипломный жұмыстарым деп айтуға болады, мысалы. Кішкене біраз алғашқы туындымыз ізденіспен неткен диплом қорғаған Құрманғазының образы болды. Оның ішінде бала Құрманғазының образы. Сол қорғау кезінде маған сұрақтар қойды. Неге сен бала Құрманғазының образын алдың? Неге үлкен Құрманғазының образын таңдамадың деген кезде мен айтқанмын. Мен андай динамикаға толы, сондай ірі тұлғаны шығара аламын ба, алмаймын ба деп жаңа қорқыныш та болды. Сондықтан кішкене бала Құрманғазының образын алдым деп сондай жауап берген. Сосын ана училище бітірген кезде күрес деген тақырып болды менде. Алғашқы нелердің бағасын. Жалпы бірінші туынды жасау үшін адамға керек нәрсе ол идея. Идея болса, жақсы идея келген кезде, мен уже шабытқа келесің де, шабыттан сол идеяны мүсін қылып шығарғанша, жұмысын бітіріп, ақырғы нәтижесін көргенше уже сенде тыным болмайды. Сол жұмысты біткеннен кейін барып рахатқа бөленетін сияқты. Аяқталғаннан кейін, сіздің мысалы туындыларыңыздың жасау уақыты, ұзақтығы айлар деп естимін, мысалға. Өзіңіз қанша уақыт кетеді? Этапына айтып өтесіз, мысалға сіз тапсырыс түсті деп демек есептейік. Сіз содан бастап қандай этаптардан өтесіз? Енді бір қоғам қайраткеріне или бір батырға жаңағыдай конкурс жарияланады да. Соны оқимыз, мысалы, газеттерге шығады ғой. Содан кейін сол бір айдың ішінде біздер сол конкурсқа жұмысымыз ұсынуымыз керек, жаңа эскизімізді. Сол уақытта жаңа толғаныста боласың, нетесің, жаңа эскизді жасап үйге ұсынамыз. Конкурсқа әуелі аудандық болады, одан облыстық конкурс. Аудандықтан жұмысың ұтып шығып жатсаң, облысқа жібереді. Сосын облыстан жеңіп жатсаң, Астанаға госкомиссияға жібереді жұмысты. Сол госкомиссиядан ұтып шықсаң, онда сол жұмысты уже ары қарай жалғастырып, орналастыруға жұмыстар жүреді сондай. Енді ол жаңағы эскизин жұмыстар кішірек болады да, пластилиннен жасалған. Сосын жаңағы заводқа үлкейтуге жіберген кезде біз жаңа биіктігі 1 метр қылып, жаңа гипстен рабочий модель деген болады. Соны жасап апарамыз заводқа. Өзіңіз жасайсыз, өзіміз автор жасап апарып заводқа береміз. Сосын сол заводта сол жерден үлкейтіп жаңағы қанша 5 метр бола ма, 6 метр бола ма, сол үлкен размерде үлкейтіп жасаймыз. Содан кейін оның сыртынан қалып алынады. Сосын сол қалыпқа жаңа қоладан құйылып, сосын құрастырылады кейін жаңа сваркамен дәнекерлеп құрастырылады. Яғни неден жасалады? Табиғат құрамын айтам да, ешқандай суға, жаңбырға, аязға ермейтін сондай. Ұзақ мерзімге шыдайтын материалдар ғой енді. Қола, сосын гранит тас дегенде.
басынан бастап өзіңіз жүресіз, сол этаптарын? Иә, басында сол қасыңа енді адамдар аласың ғой, көмектеседі. Аяқталған соң сол жерде басы қасында болып жұмыс. Мысалға бір үлкен қайраткерді жасау үшін шамамен қанша уақыт кетеді? Ол енді бірінші жобалау жұмыстары жүреді. Оған енді бір айдай уақыт кетуі мүмкін. Сосын жаңағыдай 3 ай 4 ай жаңа заводта болады да, үлкейту жұмысы бар, қоладан құю, оны тасымалдап әкеліп орнату. Барлық сол 4-5 айға дейін созылады жұмыстар. Сіз сияқты манағы мүсіндеуші адамдармен кездесу болып тұра ма жиі осы? Иә, қазір болып тұрады. Жақында аудандық өлкетану музейінде кездесу өткізді. Сосын 2 рет осы мектептерде болды. 2 рет осы шеберханаға келіп, оқушылар келіп танысты, мұғалімдер келді. Ондайлар болып тұрады. Нені айтайын, облыс көлемінде емес, республика көлемінде осындай кездесулер, бір-бірлеріңізді таныс, байланыс деген сол жайын? Республика көлемінде енді көрмелерге барғанда, республикалық көрмелерде жаңа жерде бір оқыған жолдастарымызбен кездесіп, жетіп мәреселі болып қаламыз. Осы соңғы былтыр күзде Алматыдағы Суретшілер одағының есеп беру көрмесіне қатыстым. Соған қатысып келдім. Енді одан кейін өзіміздің аудан суретшілері өткен тәуелсіздік күніне орай 8 суретші бірігіп ауданда көрме өткіздік. Кейін оның каталогын шығардық. Енді алдыда ауданымыздың 95 жылдығына орай көрме өткізу жоспарымызда бар. Бұл көрмеге және тек аудан емес, басқа облыстан да шақырып жатырмыз. Мүмкін бұл аудандық емес, аймақтық көрме болуы да мүмкін, немесе республикалық көрме де болып кетуі мүмкін. Сол алыс жақыннан қатысқан тәуір көріп отырмыз. Енді сіз шығармашылық тұлғасыз, кететін расходтарын білгім келіп тұр да, осы кез келген туындыңызды шамамен қанша қаражат кетеді? Мысалға бір мүсінді жасау үшін қанша қаражат кетеді шамамен? Ол енді әртүрлі. Мысалы шағын жұмысымды мен материалға аудару үшін, мысалы қоладан құйдыру үшін, оны Алматыға апарып, қоладан шағын цехтар көп, ол жерде құяды. Жерде 200 мың, 250 мыңдай ақша шығарамыз, қоладан құйдыру үшін. Енді материалға шығармашылық жұмыста материалға көшіру керек негізі. Өйткені гипстен гөрі ана жерде кішкене материалда тұрған жақсы. Ал мына гранитте неден оны өзім гранит тастарым бар, өзім жасай беремін. Оған көп керегі жоқ, уақыт керек, оған тек сосын құралдар керек. Алмазный диски, әртүрлі шлифовальный инструменттермен жасаймыз. Енді мен тағы да мысалға көп дегенде сонда қанша мың теңге кетеді көлемі? Жаңағы қоладан құйдыру үшін айттым ғой, 200 мың, 250 мыңдай кетеді. Мен білгім келеді, мына еңбегіңіз бағаланып тұр ма деп айтқым келеді. Мұнаға қаражаты. Үлкен жұмыстар жасаған. Үлкен жұмыстардың нелерінде ол сондай кезде бір табыс тауып қаламыз енді. Болады. 3 миллион, 4 миллиондай табыс түседі. Сол еңбекке тұрарлықтай бар ма деп атқам. Өйткені менің ойымша енді істегісі, жасағысы, мүсіндеу өнерін біліп жасағысы келетіндер бар шығар деп ойлаймын да. Бірақ көп осы мамандықты таңдамайды. Өйткені жаңа айтып отырсыз, талант та керек деп. Сол туралы айтыңызшы, мысалы кез келген адам манағы бір әңгімеңіз айттыңыз, сол бізде суретшілер 40-қа жоқпыз деп, сол өзіңіз айтып өтсеңіз солар жайында. Суретшілер қазір көп, облыс бойынша бірталай
суретшілер бар. Оның ішінде қазір суретші одағының мүшелігіне өткен 25 суретші бар облыста. Олардың әрқайсысы жаңа әртүрлі мамандықтар, жаңа біреу жаңа графика, ювелир, жаңа кескіндеме деген сияқты жаңа ағашпен айналысатындар бар. Яғни облыста мен қазір жалғызбын, мүсінші. Маған дейін болмаған екен. Мен 90-да бітіріп келдім. Әлі менен кейін бітіріп келгендер де әзір көрініп кетеді. Соған қарағанда бұл адамдар бара бермейтін сияқты деп ойлаймын. Біздің өнеріне. Сосын екінші жағынан ол туа бітті келетін сияқты. Бойда қабілеті сол туа бітті талант дейтін сияқты бойына. Көп бара бермейді дейсіз ғой. Тағы да мен ескермей қалған тұстарыңыз айтатын әңгіме бар ма? Мысалы, мен үшін мына мүсіндеу өнері жаңа әлем. Жаңадан біліп жатқан салам болып тұр. Осыдан жүргеніңізге көп жылдар болды ғой. Сол туралы айтасыз, мен ескермей қалған жайттар туралы айтып беріңізші бір. Бұл енді бір жаңа шығарма жасау үшін айттым ғой, адамға идея керек деп. Сол идея бастың ішінде мида пісу керек. Бұл піспей ерте қолға алсаң жұмыста, онда жұмыс шала болып шығады. Әбден жаңа мидың ішінде пісіп шыққан дүние болса, жасалуы тез болады, тез шыға келеді, жеңіл болады. Сосын мына тұлғалардың мүсіндерін, жаңа бюсттерін жасаған кезде де сол кейіпкердің образына кіріп тұру керек. Оның образына кіре алмасаң, жұмыс енді нашарлау болып шығады. Ұқсастығы да сен образға кірген кезде саған жеңіл жасалады, жұмыс ұқсас болып шығады. Енді әртүрлі басқа мамандықтарда, мысалы актерларда да бар ғой, образға кіру, ойнайды деген, шынайы образын берді деген сияқты. Сондай нәрсе бізде де барлығымызда бірдей сияқты. Сіз анағы марапаттар туралы айтыңызшы, марапатыңызды білгім келіп тұр. Марапаттар. Марапат болғанда мен сол 2001 жылы суретшілер одағына мүшелікке өттім. 2006 жылы дизайнер одағына өттім. Сосын осы 2021 жылы қазақ өнерінің қайраткері атағына ұсынды. Сосын Зоя ауданының энциклопедиясына кірдім. Халықаралық энциклопедияға кірдім. Сондай марапатқа ие болдыңыз. Желтоқсанның 30 жылдығына байланысты 2016 жылы желтоқсан 30 жыл деген медальмен марапатталдық. Медальмен марапатталдыңыз, өте қуанышты. Мен ойлаймын, енді жоғары одан да марапатқа иесіз, бұйырса сондай биіктерден көріну жассын деп. Енді менің көрермендеріме қызығушылығы бар жастарға айтатын бір жекау жүрек жарды тілегіңіз ба? Мүсіндеуге қызығып келіп, іздеп келген кезде жүрегіне мына осы сөзі қанат берді маған дейтіндей бір болады ғой, сондай сөз. Енді әзір мүсін өнерімен айналысып жүрген, мен мүсінші боламын деген қазір жастарды көре алмаймын. Өзім былай іздеп жүремін да, кішкене бір бағыт беріп жіберейін деп сұрақтар болса. Енді келетіндер көбіне қолөнер жағынан келеді. Қамшы өру жағынан сұрақтармен келеді, үлкен кісілер келеді. Оларды көрсетіп, түсіндіріп айтып жіберемін. Қамшы жасау жолдары. Мүсін өнерінен әзірге ешкім келе қойған жоқ. Осы Атырауда бір жылдары бір Медет деген бала мүсін жасайды деп, сол баланың
үйіне бардық біздер Мхм. суретшілер барып көрдік, керемет жақсы пластилин жасалған эскиздерін көрдік. Осы баладан бір жақсы мүсін шығады деп сөйтіп үміттеніп жүргенбіз. Кейін ол бала сәулетші болып кеткен екен. Әкесі сәулетші, Серік деген жігіт. Әкесінің ісін бағытымен кеткен сияқты. Енді қазір Құлсарда мына өнер мектебінде бір бала оқып жүр деп естідім. Өйткенде біздің соңғы көрмемізге әкесі ертіп келіп кетті. Баланы қара, мүсіндерді қарады. Сонда айтып отқан пластилинмен мүсіндер жасайды. Оқып жүр екен. Енді сол баланы сырттай көреміз енді бақылап. Мүмкін осы бұлақ көрсең көзін аш дейді, мүмкін жанып кетуіне сондай мүмкіншілік болатын шығар. Қазір енді жастарға мүмкіншілік көп енді. Қазір изостудия көп, жас кезінен айналысуға болады. Біздің кезімізде ондай болған жоқ. Бізде сол өзіміздің сол қолымыздан келген жасап үйрендік дейсің. Мысалы сазбалықтан жасап, оның сыртынан қалып алып, оны құйып көбейтуге болатын дегендерді білген жоқпыз. Мысалы мен сразу кусок борлар болды сол кезде. Кесек борларды алып, содан тікелей ойып жасап жүрдік. Ордан ойып, сосын гипс болса гипсті жағып, қатырып ойып, сөйтіп шығарып жүрдім. Ал қазір деген қазір бар жерде бар ғой. Технология. Ашып қойсаң әлеуметтік жерде бәрі көрсетіліп жатыр. Біздер сол мектептегі анау безендіру жұмыстарымен айналысып, содан тәжірибе жинадық мысалы. Сосын әскерге барғанда сол суретші болдық, писар болдық. Сол тәжірибемен барып оқуға түстік мысалы. Білім қуып барып. Постановкалар қояды ғой, натюрморт қояды, соларды саламыз. Сөйтіп өттік. Ондай бізде қазірде дайындық ол кезде болған жоқ. Қазір жақсы. Сол мүсінге құмартып, мүсінші боламын деп жүрген жастар болса, келсін, бағыт береміз, үйретеміз, түсіндірме жібереміз. Қазір барлық мүмкіншілік бар. Келсін. Мүмкін қазір андай оқушылар да барлығы тез жетістікке жеткісі келетін заманында өмір сүріп жатыр қой, енді сразу тек нәтиже көргілері келеді. Ал мұнда мүсіндеуде ұзақ жылдар, уақыттар керек, шыдамдылық керек. Соның барлығын өткізу мүмкін білмейді шығар деп ойлап отырмын ғой. Сосын тағы бір жағы бар, мына баламды мүсінге үйретші деп. Сондай бір жақтар болады. Өтінішпен. Ол деген мүсінге үйрету, ол қамшы өру емес. Ремесло дейді ғой мысалы. Қамшыны өруді көрсеттің ба, ол үйреніп алады, болды. Немесе керамикада, қыш құмыраны шайник үстінде көтеріп, көрсетіп үйреніп алады. Тез үйренетін нәрселер деген. Мүсін өнерін үйрену деген оған оны міндетті түрде оқу керек. Жылдар керек дейсің. Міндетті түрде оқу керек. Ол оқу орнында анатомия оқу керек. Қамшы керамикаға анатомияның керегі жоқ. Ана жерде адамның анатомиясын оқытады. Сүйектерін оқытады, бұлшық еттерді оқытады. Сүйекте қозғалыс етіп тұрған бұлшық еттер ғой. Мысалы адамның қозғалысы соны бұлшық еттер арқылы көрінеді. Мысалы айтайын, мына қолды көтеру үшін мына бұлшық ет жиырылу керек. Двухголовые мышцы дейді. Мына жиырылған кезде мына қолды көтереді. Сол кезде мына неге келеді, қозғалысқа келеді. Енді бұл қолды түсіретін мына жағында трехглавый мышцы бар. Бұл жиырылған кезде мына қол төмен түседі. Барлығы физиологиямен де байланысты. Егер мына бұлшық ет жасамаса, мына кесіліп қалса, мына қол көтерілмейді. Сол бұлшық еттер арқылы қозғалысын көрсете аламыз мүсінде. Мысалы адамның бет әлпетінде мимический мышцы дейді ғой, солай болады. Мышцы смеха деген болады. Сол бұлшық ет жиылған кезде адам күледі. Мышцы плача деген болады, мышцы угрозы деген болады. Қабағын түйген кезде. Соларды бәрін сол анатомия пәнінде бәрін оқиды. Сүйектен бастап,
Сондай, сосын ол жерде жаңағы әуелі постановкалар қояды, әуелі портрет қояды, жаңағы портрет жасап үйренеді жаңағы. Содан кейін полуфигура деген болады жаңағы, жарты сайт. Сосын фигура түрегеп тұрған композиция. Содан кейін двухфигурный композиция. Соның бәрін сол жерде оқып, сондай жетістіктерге жетеді. А то жаңағы келіп, мен барам мүсінші қыз деген оны мүмкін емес нәрсе. Салыстырып отырмын ғой, ремесломен. Ремесло болса қайталап оқып, бірнеше рет көрсеткеннен нәтиже шығаруға болады дейсіз ғой, иә? Сізде мысалға манағы факультетте бітірдіңіз, одан кейін тағы сіз сияқты жасап жүргендер бар ма? Оқу бітіріп. Облыста мүсінші жоқ әлі. Жоқ, ол республика көлемінде. Республика көлемінде көп. Сіздермен бітіргендер бар ғой, иә? Бар, біздің менімен біздер 6 адам бітіріп шықтық. Училищеде, мысалы, училищеден 6 адам бітірдік. Соның біреу Москвада оқып қалып қойды. Екеуміз, Алматыда біреу бар. Мен 3 мүсінші шықты жаңағы, 6 адам. Ал институт бітірген кезде біздің группадан Ермек Тоқтар Астанада жұмыс жасап жүр. Мүсінші болып жасап жүр. Сосын Казарян Эдуард деген мүсінші. О да Алматыда тұрады, жұмыс жасап жүр. Асқар Есдәулетов, ол екі жақты жасайды, живописпен де айналысады, мүсінмен де айналысады. Сосын мен Бексұлтан деген жігітіміз бар еді, кішкене ауырып қалып жатыр. Түсінікті, яғни бұл факультетті де көп таңдамайтындығын және көп аз адам қабылдайды. Иә, аз адам қабылдап, нәтиже өте. Иә, яғни не болып тұр ғой, мамандық аз және сапалы біліммен. Өте қызықты. Мен үшін жаңа нелер, ақпараттар. Осы өнермен, мүсіндеумен қатар тағы да қандай еңбектермен шұғылданасыз? Енді мүсіннен басқа ағаш, тері, өңдеу, қамшы өрім, 8 өрім қамшы. Сосын ағаштан жаңағы бұйымдар, ошақ, қасық жасайсыз, иә? Иә, сондайлар жасаймын. Теріден торсық жасаймыз. Одан мұражайында жұмыстарым бар. Бір домбыра жасап бердім. Домбыра да жасайсыз, иә? Қолдан келгенін жасай береміз. Мен қазір жасамаған нәрсем ер жасап көрген жоқпын. Сосын мына ювелир дейді ғой, зергерлік. Зергерлік бұйымдармен айналысқан жоқ. Жалпы қызығушылық бар ма ер жасауға? Қызығушылық бар, кішкене оғанда уақыт тапшы болып тұрады. Жұмыс көп болғаннан. Жалпы әуелден бір сол нем құранды ер жасап көргім келіп жүрген. Ескі ер тауып алсам, соған қарап отырып жасағым келіп жүр. Ер біздер өзіміз ауылдық жерде тұрамыз. Ер бұрынғы кезден ер болса, онда тапсырыс беруге бірінші клиентіңіз біз боламыз. Соны ер негізі, ер тоқым керек қазір уақытта. Сұранысқа ие да. Домбыраларыңыз көп па сатылымда? Домбыра сол бір домбыра жасаған, музейге арна жасадым. Тұтас домбырадан, тұтас ойып шығардым. Оның үшін енді қазір енді электронермен оя береді ғой, жаңағы. А сіз оны қолмен ойдыңыз ба? Қолмен ойғанда мен немен ойдым, шоқпен ойдым. Бұрын қазақтың айтса, киеді сап жасағанда ішін бұрынғылар жаңағы шоқпен ойған ғой. Домбыраны да сөйтіп шоқты айналдырып отырады, күйдіріп жей береді жаңағы. Соны өзім керек не келгенде шоқтап ұстап, кішкене жөндеп өте қызықты. Тағы да манағыда теріні дайын аласыз, иә, тапсырыспен? Теріні
қамшыға теріні, дайын теріні аламын. Алматыда тері дүкені бар. Сол жерден барып алып келемін. Ол сапасы өте жақсы. Олар кәдімгі біздің елде жасалады ғой, ол? Иә. Неден келеді дүкенге? Тараздан келеді. Сосын Қырғызстаннан келеді. Өте сапалы, кислотамен сөйтіп еленгендер ол жаңа. Біздің қолдан да біздің жігіттер дейлеп жүрді. Қайранмын. Мен көрдім, олардың сапасы жаңағыдай емес. Зауыттағыдай болмай ма? Иә. Сосын торсыққа енді торсық жасап оған үйреудің керегі жоқ. Суға салып жидетіп, сосын жүні түсіп қалады жидеген кезде. Жүні түсіріп алып, сосын тазалап жіберіп, шелдерін кесіп. Содан торсықтың шаблонын, жаңағы қазақ қағазынан салған шаблоны болады. Терінің үстіне қойып, кесіп алып, ектерін беттестіріп қойып, шет жағын тігіп шығады. Сосын ішіне құм салып, бүйірін шығарып, сыртына ою-өрнек салады да. Пешке кептіріп қояды. Көлеңкеге кептіріп қояды. Өзі теліп кеткеннен кейін қатып қалады. Сол кезде ішінде құм төгіп тастап, тығын жасап, ау жасап әзірлеуге болады, бояп. Ал мына материалдарыңызды оңай табуға бола ма? Осы бізде республика. Мына терілер енді әкеліп тастайды. Ағаштарды. Ағайын туыс әкеліп тастайды. Жаңа мал сойғанда жаңа. Ағаштарды енді іздейміз енді. Ағаштарды тапсырыспен аласыздар ма? Ағашты жоқ, осы жерден табылып жатыр. Қараталдың жуан бұтақтары, мысалы, қара береді. Жауға, қасыққа. Станокта нетіп көрген жоқпын мен жаңағы. Кеселер станокта жасалын берді. Ағаш станогында. Іші ойлады, сырты ойлады. Экспорт шығады. Станок жоқ қой, Ондай станокта істеп көрген жоқпын да, қолмен жасаймын. Өте көп ақпарат бердіңіз бізге. Көп рахмет. Тек шығармашылықтар табыс тілеймін. Жетістікке жете беріңіз, еңбектеріңіз көп болсын, сізді іздеп келетін шәкірттер көбейсін деп тілеймін. Көрермендерге тағы бір тілегіңізді айтып жіберсеңіз, мына мүсіндеу өнеріне қатысты. Енді біздің ауданның өзінде суретшілер бар, енді біраз суретшілер бар. Мектепте мұғалім болып жүрген суретшілер бар. Мекемелерде жасап жүрген суретшілер бар. Қазір кішкене қатарымыз көрме жасағаннан кейін кішкене көбейіп жатыр. Әлі де сол суретшілерді ортаға қосылуға шақырамын. Көрме қатысайық. Көрме жасаған жақсы, көрме жиі жасап тұрған жақсы. Көрме болған кезде жігіттер жұмыс жасайды суретшілер. Қандай зат қоям деген идеяның пайда болуына түрткі болады. Жұмыс жасаған суретші ол өседі. Деңгейі көтеріледі. Деңгейі көтерілген суретші суретшілер одағына өтеді. Шабыттанады дейсіз. Сол суретшілер одағына қатарымыз көбейсін деп жігіттерді тартып жатырмыз. Енді мына осы 1-2 жылда нәтижеміз жақсы. Бір адамды суретшілер одағына қабылдадық. 2 суретшіні дизайнерлер одағына қабылдадық. Енді биылда күзге қарай тағы бір суретшіні дайындап жатырмыз. Оған сәттілік тілейміз. Сөйтіп қатарымыз көбейе берсе, соған үлес қоссын. Тартып, көрмені сол үшін жасап жатырмыз. Өздеріңіз ұйымдастырасыздар ғой да сіздер? Өзіміз ұйымдастырамыз. Музей ұйымдастырады. Сосын, мысалы, біздің отбасылық көрмемізді әкімшілік ұйымдастырды. Мәдениет үйі. Солар жаңағы баннеріміз шығарып берді, жаңағыдай аппаратурасына келіп, сондай көмектер болды. Көмегіміз сұрап барсақ, әкімшіліктен көмек беріп жатыр енді. Жаңа әзірге жақсы. Сол алда уақытта сол жалғасын таба берсін деп тілейміз. Рахмет көп сізге, сұхбат бергеніңізге, уақытыңызды бергеніңізге. Бүгін бір сіздермен
сұхбат, кездесу, бір керемет күн өтті. Рахмет айтам, алғыс биіктерден көріңіз деп, көрер қызығыңыз көп болсын деп тілеймін. Рахмет. Құрметті көрермендер, YouTube каналына жазылып, пікір қалдырып, лайк басып өтіңіздер. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.